Достар, саламатсыздар. Бұл өте керемет видео болады, себебі неге десеңіздер, шынында өте керемет видео. Сіз өзіңіз қарап қана қоймай, өзіңіз біліп қана қоймай, осы видеоны таратуыңызға болады. Сонымен бұл видеоның атын қиын қою, сондықтан көшегізге. Жалпы біздер көбіміз енді Қазақ Телекомнан бөлек Билайн модеміміз болады, Алтел модеміміз болады, және Теле2. Қазір барлық операторларда модем бар. Сол қазір менде Билайн модемі. Жалпы Алтел модемі болсын, Билайн модем. Менде Алтел модем, бірақ Билайн кейін басын салдым. Мынаны қараңыздар. Өте керемет ZTE деген, біріншіден айтып кетейін. Міне ZT деп жатсаңыз, біріншісін жазасыздар. Яғни өз моделіңіз және атақты модельдерді жазып кетесіз, өзіңізде не алдыңыз, сол жазып кетесіздер. Және міне көріп тұрсыздар, Huawei, екінші атақты модель, менде енді ZT болғасын, ZT. Сонымен ZT мен танысып кетейік. Енді бәрібір ұқсастау, енді бірдей болмайды, бірақ шамалап ұқсастау. ZT-ның функциясымен танысып кетейік. Мен кейде Huawei-мен де отырғанмын. Мысалы, сіз мана Wi-Fi-мен отырсыз, сол моделіңіз, мысалы ZT дейік, сол модем роутеріңіз. Сіз кірдіңіз, ештеме керек емес, ол автомат түрде өзі қосылып кетеді. Міне Huawei-ді білмеймін, ZT-де осылай. Және сіз қанша мегабайт құртқаныңыз, қанша 4G сеть қандай, міне тіпті осылай көрсетіп тұрады. Сөйтіп кете береді, және оператор тұрады. Өте керемет. Мен бұл программа тіпті сөзім жетпейді, өте таңғалдырып отыр. Және тіпті SMS көріп отырсыздар. SMS көруге және поделиться ету болады, подключение деген бар. Соны настройкаға көрейік, танысып кетейік. Язык выйти деуге болады, язык тіл таңдауға болады. Келесі настройкаға көрейік, об устройстве. Міне модемнің программасы қандай, IP адресі қандай, большой радиус дейді. Тіпті болған системасы. Сонымен настройка Wi-Fi атын ауыстыруға болады. Ойлап қараңыздаршы, мына Wi-Fi-дің атын ауыстыруға болады. Мына жазсаңыз, менде стандартный тұр, және энергосбережение деген бар. Келесі настройка соединения, мобильный данные деп тұр. Келесі настройка устройства. Бұл жерде сіз пароль өзгерте аласыздар. Настройка Wi-Fi-дің паролін осы жерден өзгерте аласыз. Имя сети. Міне парольді осы жерден өзгерте аласыздар. Әрине, кімде ZT. Келесі настройка соединения, келесі настройка устройства көрейік. Сброс. Сіз модеміңізді сброс жасай аласыз. Керемет, және перезагрузить ете аласыз. Басып, одан қайта өшіріп отырмайсыз. Тек қана осы сымсыз перезагрузить ете аласыз. Өте керемет. Және пин-код, управление пин-коды деген пин-код қосып қоюға болады. Диагностика сети деген бар. Сим-карта регистрация, диагностика жасауға болады. Керемет, мен бірінші рет жасап тұрмын. Бұл деген сим-карта орнында регистрация сети жасалған, уровень сигнал жақсы, передачаны қосылып тұр, роуминг жасап тұр, APN жасап тұр. Керемет. Мен сіздердің көзінше настройканы білеміз. Өте керемет. Программа. Жалпы бұл программа туралы выход деуге болады. Және модемге кімдер қосылғанын көруге болады. Мына функцияға кіресіздер, подключение. Міне қазір бір телефон қосылып тұр тек қана. Келесі функция кіріп көрейік. Настройкаға оны білесіздер. Мына қараңыздар, ерекше функция. Настройка кірдіңіз, сіз выключить устройствоны өшіріп тастауыңыз болады. Модемді өте керемет. Өте таңғалдырып отыр. Ойлаймын, қысқа нұсқа түсіндіңіздер. Кез келген модемнің моделін жазасыздар роутердің осы поиске. Одан кейін скачать етіп аласыздар. Және мен айтып кеткендей, сондай функциялар жасауға, Wi-Fi-дің атын ауыстыруға, өшіруге
өшіріп қайтып қосуға және сброс жасауға болады. Біліп жүремін жазыламыз. Лайк басамыз. Өтініш лайк. Өтініш осы подписацияны басып қойайық және лайк басып қойайық. Өтініш подписация басып қойайық және колокольчик болады, соны басып қойыңыздар. Барлық видеоларды жібермей көріп жүріңіздер, өздеріңізге керек болады. Себебі сіз бұл видеоны қарап шықсаңыз, сіз осы видеоны көрген үшін бірдеме білдіңіздер. Сол сияқты біліп жүремін жазыламыз, лайк басамыз.